Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыздар. Жарайсыздар. Ал оқушылар, бүгінгі көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы ма? Жарайсыңдар. Сабаққа дайынсыңдар ма? Өте жақсы. Олай болса сіздермен әдебиет сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен мен әрбір топқа атау беру үшін әр топтан бір оқушыны тақтаға шақырамын. Ал кәне бірінші топтан кім келеді? Нұрсұлтан қолды беріп отыр екен, келе ғой. Нұрсұлтан, былай балалар, бірінші тыңдап алайық, е? Нұрсұлтан, қара, тақтаға шығасың, өзіңе ұнаған бір санды таңдайсың, және сол таңдаған санды мына жерде балалар міне артына жазылған осындай кеспе қима қағаз бар, осыны аласыңдар, жарай ма? Және осының артында топ атаулары жасырынған. Ал Нұрсұлтан, саған сәттілік тілеймін. Қай санды таңдар екен? Төртінші, жарайсың. Олай болса осы жерде төртінші таңдайды. Міне балалар, Нұрсұлтанның таңдаған атауы қалай екен? Бауыр тобы екен. Жарайсың. Екінші топтан кім келеді? Әділет келеді. Әділет, қай санды таңдайсың? Үш, жарайсың. Қане алады? Достарына қарап айта ғой. Іні тобы. Іні тобы дейді. Жарайсың. Үшінші топтан Динара келе ғой. Динара қай санды таңдар екен кәне? Екі, жарайсың. Достарына айта ғой. Аға тобы екен. Жарайсың. Төртінші топ. Кәусар қолды келіп екен келе ғой. Кәусар, сен өзің қалай таңдасаңда, бір ғана сан қалды, соны баса ғой. Ой, жарайсың. Ал? Әке тобы дейді. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Ал балалар, енді топ атауларын бір еске түсіріп шығайық. Бауыр тобы, іні тобы, аға тобы, әке тобы. Балалар, енді қараңдар, сендер жаңа тақтадағы сандарды басқан кезде тақтада ненің суреті шықты? Киіз үйдің суреті шықты. Солай ма? Бұл киіз үй біздің ата-бабамыздың ежелгі баспанасы, біздің ең құнды байлығымыз. Солай ғой. Ал олай болса, киіз үймен сендердің атауларында жаңағы өздерінің топ атауларын не байланыстырады деп ойлайсыңдар? Шаңырақ дейді, жарайсыңдар. Отбасы деген ұғым дейді, жарайсыңдар. Тағы да. Ауызбіршілік дейді, жарайсыңдар. Тағы. Мына киіз үйінде жаңа шаңырақ деп атадыңдар, е? Шаңырақпен сендердің жаңағы топ атаулары аға, іні, бауыр, әке не байланыстырады тағы да? Отбасы, ауызбіршілік, татулық жарайсыңдар. Тағы сыйластық жарайсыңдар. Ең адамзатқа керек құндылықтар, осы ең жаңағы бізге қажет ұлттық рухани құндылықтар осы шаңырақтың астында, осы шаңырақтың ішінде біздің бойымызға сіңіп қалыптасады екен балалар, е? Олай болса, бүгінгі тақырыбымыз не деп ойлайсыңдар? Қандай тақырып деп ойлайсыңдар балалар? Ол жадыңдар ма? Не туралы болуы мүмкін тақырыбымыз? Бауыр туралы болуы мүмкін. Жарайсыңдар. Біз қазір қандай тақырып өтіп жатыр едік? Бауыр әңгімесін өтіп жатыр едік. Солай ма? Иә. Онда қандай мәселелер сөз болатын еді балалар? Қандай мәселелер сөз болатын еді? Бауыр әңгімесінде. Інісі мен бауыры. Жарайсың, інісі мен ағасының арасындағы отбасылық мәселе. Олай болса балалар, бүгін біз қандай тақырып өтеді екенбіз? Кәне тақтаға қарай қойайықшы. Жаңа ғана өздерің атауын тапқан Марат Қабанбайдың бауыр әңгімесі, шынайы өмір. Балалар, біз бұл әңгімені бірнеше сабақ бойы өттік, мазмұнын білеміз, кейіпкерлерін талдадық, солай ма? Ал бүгін біз
осы шығарманы шынайы өмірмен байланыстырамыз. Яғни біз қол жеткізу керек болған мақсат ол кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Өйткені жаңағы кейіпкер аға шығармада бар. Біздің өмірімізде бар ма? Ағаларымыз бар ма? Бар ғой, інілеріміз бар ма? Әкеміз бар ма? Бауырымыз бар ма? Міне осының барлығын біз шынайы өмірмен салыстырып бағалаймыз. Екі нәрсені шығармадағы салыстыра суреттейміз. Яғни шығармадағы кейіпкермен өзіміздің өміріміздегі кейіпкерді салыстырамыз. Және алған білімімізді қолдана отырып, кейіпкердің әрекетін өмірлік жағдаймен байланыстырамыз. Өйткені балалар, дәл шығарманың ішіндегі оқиғалар біздің де өмірімізде болуы мүмкін ғой. Солай ма? Олай болса, бүгін біз осы мақсаттарға қол жеткізуіміз керек. Балалар, енді сабақты бастамас бұрын мен сіздерге бағалау парақшасын таратып беремін. Бұны бұрында орындап жүрсіңдер ғой, білесіңдер. Әр оқушы ең жоғары ұпай 10 ұпайды жинау керек болады. Тапсырмаларды орындау барысында. Бұл жерде балалар, сендерге не айтқым келеді? Әркім біздің адалдық дейтін ең биік құндылығымыз. Біз үшін ең құнды дүниеміз бар. Адалдық, әділдік деген. Осыған бағына отырып, осы адалдық ұғымын басшылыққа ала отырып, әркім өзін адал және әділ бағалайды деп мен сендерге сенемін. Бағалау парақшаларын таратып берейін сендерге. Аты жөндеріңді жазып қойыңдар тұсына. Динара, аты жөндеріңіз жазған. Әр топқа жеке жұмысқа қатысқан кездерде өздеріңнің мен қай деңгейде белсенді болдым, қай тапсырманы мен жақсы орындай алдым, мен мынадай ұпайға лайықтымын деген сияқты жаңағы бағалауларын керек. Сендер өздеріңді адал әрі әділ бағалайды деп мен сенемін балалар. Енді балалар, келесі тапсырма. Бір осы шығарманың біз мазмұнын еске түсіріп жіберейік. Солай ма? Мазмұнын еске түсіріп жіберейік. Ауыр жағдайын қиындығы, Манап Ерғалидың анасының қайтыс болуы, соғыстан оралған сырқат, әкесі соғыстан оралғанмен күнде ауырып, 4 жасар Қалиды қарайтын адам болмай, Манап әкесі екеуі интернатқа әкеліп орналастырады. Манап ауылда әкесіне көмектесіп қалады. Кейін әкесі қайтыс болып, Манап көп қиыншылық көріп, ер жетіп Алматыға өз күшімен оқуға түседі. Ескіріп, етек-жеңін жинаған Манап өз інісі Қалиды іздеп табады. Ата тегі өзгеріп кеткен Қалиды қанша дегенмен бауыр ғой. Қанша жыл өмірмесе де бауырын сағынған Манап оның жүзінен көкесінің жымиысын көріп іші жылиды. Қалидың салқын амандасуы, жат адамдай қарым-қатынасы Манаптың алып ұшқан көңілін су сепкендей басып іңкейген зардаптан көреді. Қали өз спорт жарыстарын ұшқыш болу арманын айтады. Манап әкесінің қайтыс болғанын, басын қарайтқанын айтқанда Қали түсінбейді. Сөйтіп ағайынды екі бауырдың кездесуі салқын өткенінен Манап өз бауырын тапқанына қуанады. Ендігі жолы келетін болып қош айтысады. Жарайсыңдар балалар, еске түсірдік па? Жақсы. Олай болса, балалар мазмұнын еске түсірді, топқа бөлінді, бәріміз. Енді мен сіздерге, міне, комикс арқылы әркімнің өзінің тобының атауына байланысты осындай тапсырмаларды беретін боламын. Жарай ма? Әке тобы, іні тобы, сіздер ғой, мінекей, іні тобына кешегі шығармадағы іні мен бүгінгі іні бейнесін салыстыру. Әке тобына, мінекей,
сіздер шығармадағы әке бейнесі мен бүгінгі әке бейнесін салыстыру. Топтық жұмыс балалар. Аға тобы сіздер ғой, мінекей. Шығармадағы манап аға бейнесі мен бүгінгі аға бейнесін салыстырасыздар. Және бауыр тобына соғыс кезіндегі, яғни Қали мен Манаптың заманындағы балалар мен қазіргі балалардың бейнесін салыстырасыңдар. Кәне топтық жұмыс ортаға қойып орындай береміз балалар. Балалар, уақытта айтып кетейін. Топтық дайындыққа 5 минут уақыт беріледі және әр топтың қорғауына 2 минут уақыт беріледі. Сондықтан уақытқа бағынамыз. Уақыт кетті. Топтық жұмысқа белсенді болайық. Жарай ма? Сен мұнда жақында орындап жаш, Рамазан мұнда кетші мұнда. Топтық жұмысқа белсенді болайық. Шығармадағы мазмұнын білеміз, шығарманың солай ғой. Бәрімізде үлес қосайық. Себебі қазір паялығымыз беріп қой. Топтық жұмысқа белсенді боламыз балалар. Жарайсыңдар, бірінші сұрақта жақсылап оқыдыңдар ғой, әдеге қатысты бір мақал жазу керек. Бүгінгі мынаны мысалы қазақша жазалау бүгінгі балаларда білімді аға ғой, еңбекқор деп айтуға болады. Мысалы оқу оқып білім алып жүріп жұмыс жасайтын ағалар да бар емес пе,
уақыт аяқталды. Олай болса, мен топқа кезекке берейін. Кәне, ең бірінші әкеден бастап сөйлеген дұрыс шығар деп тұрмын. Себебі бізде ең бірінші сөздің кезегінде басқаны да бірінші әкеге береді ғой, солай емес. Сол үшін бірінші кезекте әке тобы сөйлесе дейміз. Ал әке тобынан кім шығады екен? Әке тобынан келе ойындар. Кел. Әке кәне кім шығады? Балынып келе ғой. Кел, қайсы. Ал балалар, сендерге берілген уақыт аяқталды. Топтық жұмысты аяқтаймыз. Балалар, уақытымыз аяқталды. Уақытқа бармады, иә? Және аға тобы аяқтаймыз. Уақытқа бармады оқушылар. Және барлығымыз назарымызды бері қарай бұрайық. Динар Аллахы қағазы. Барлығымыз назарымызды маған қарай бұрыңдар барлықтары. Қарыңдар оқушылар. Әр топқа сөйлеуге 2 минуттан уақыт беріледі. Мен ең бірінші топта жұмыстың қорғау кезегі әкеге беріп кеттім. Өйткені әке біздің отбасымыздың үлкені, барлық жерде сөз бастайтын да осы әке ғой, солай ма? Олай болса, бірінші әке тобы өздеріне берілген тапсырманы қалай орындады екен, кәне бірге талқылайық. Әке тобынан Иманғали топтың намысын қорғаймын деп тұр екен. Жарайсың Иманғали. Ал Иманғали барлық достарына ескересінде қылып тапсырды шығарып қойған. Міне жазған жұмысы балалар. Бұларға берілген тапсырма қалай екен? Тапсырманы оқи қойшы. Әңгімедегі әке бейнесіне мінезіне беріп, қазіргі әкелер бейнесімен салыстырыңыздар. Әкеге қатысты мақалмен тұжырымдарыңыздар. Жарайсың. Демек шығармадағы әке бейнесін салыстырады, соғыс заманындағы және қазіргі әке бейнесін салыстырып талдау керек, иә? Ал кәне оқи қой. Не жаздыңдар? Бұрынғы әкелер қатал, бұрынғы әкелер, иә? қазіргі әкелер жалбашыр екен ғой. Қазіргі әкелер заманауи. Жарайсың. және де қазіргі әкелер еңбекқор бизнесмен және көңіл бөледі. Отбасына, балаларына көбірек көңіл бөледі деген белгілер, иә? Жақсы. Бұрынғы әкелер соғыс заманында жүріп көңіл бөле алмады. Жақсы. Өте жақсы пікір, иә? Әке туралы мақтау. Айта ғой. Әке асқардау, ана ағып жатқан бұлақ, бала жағасындағы құрақ деген оның жалғасы бар екен, иә? Дегенмен жақсы. Міне, әке бейнесін өздерінше талдаған, өте жақсы. Сұрақтардан ма балалар? Әкеге қатысты айтылмай қалған кітаптар ма? Меніңше өте жақсы талдады деп ойлаймын. Соғыс уақытындағы әкелердің қатал болуы да соғыс заманы, қиындық заман болғандықтан шығар, иә, бәлкім. Дегенмен ол отбасын, балаларын жаман көрді деген сөз емес қой. Ол қаталдықтың астында үлкен жүрек, үлкен мейірім жатыр екен балалар, иә? Жақсы, Иманғали, көп рахмет. Өздерінің бағалы парақшасына топтық жұмысқа қатысқан жерге қарай ұпайларды қойып алыңдар. Келесі ағаға кезек берейік. Әкеден кейін ініге, бауырға жаңаша ол кім балалар? Әрине аға. Ал оның намысын қорғайын деп Дәулет шықсын деп Дәулет оқи ғой. Тапсырманы оқы бірінші. Балалар бір-бірін бүгінгі ағалар бейнесін салыстырыңыз. Аға қатысты мақал мен тұжырымдарыңыз. Жақсы. Аға, шығармадағы аға бейнесі, яғни манап қой ағасы, иә? Және бүгінгі аға бейнесі. Өзіңнің ағаңдар ма? Жарайсың. Ал олай болса, қалай айтамын. Бүгінгі ағалар ақылды болған, еңбекқор болған, бауырмашыл болған, бауырмал болған, мейірімді болған. жақсы. Қиын уақыттарда көмектесетін. Жақсы. Ал қазіргі ағалар заманауи, еңбекқор, бай, Өте жақсы. Үлгілі, қамқоршы. қамқоршы емес, қамқор деп айтамыз, иә? Иә, қамқор екен. Өзіңнің ағаң қамқор ма? Жарайсың. Ал енді аға бейнелерді бейнесін өте жақсы талдапсыңдар. Қандай мақалмен жаздыңдар? Өте жақсы. Ағасы бардың, жағасы бар. Оның жалғасы да бар, ол келесі топқа қалған шығар. Солай ма? Жарайсың. Сұрақтар ма Дәулетке? Отыра ғой Дәулет. Жақсы. Ал келесі топ ініге. Бауыр қазір барлығын деп қойдыңдар. Сөзін тақырып шығармадағы Қали бейнесін белгілі беріп, тұрғыға әлия бейнесіне салыстырыңыздар. Ініге қатысты мақалмен тұжырымдарыңыздар. Бұрынғы інілер балалар мықты болған, спортпен айналысқан. Ал қазіргі балалар әлсіздеу, себебі смартфоннан көз алмайды. Ал бұрынғы балалар сауатсыз болған, себебі ол жерде мектеп болмаған.
мектеп бар болғанымен оларға көптеген білдіреді деген. Ал қазіргі балалар сауатты, оларға көптеген мектептер бар. Қалай білім алам десе де, бүкіл мүмкіндік бар. Солай ғой, иә? Жақсы. Тағы да толықтырасың, айтады? Тағы да қазіргі балалар өте әлсіз, себебі олар спортпен айналыспайды, енді тек смартфонға жатады. Ал кейбіреулері ондай емес. Жақсы. Осы жерде міне Баян Сұлу өзінің шығармадағы ой түйген ойымен қазіргі балаларды, яғни ол балалар өздерің ғой балалар, иә? Өздерінің өмірлерімен алып айтып тұр ғой. Ал Баян Сұлумен келісеміз бе, келіспейтін тұстарыңыз да бар ма? Иә, Иманғали пікір айтамын деп отыр екен. Апай мен Баянның қазіргі балалар өте әлсіз дегенмен келіспеймін. Себебі қазіргі жастар көбінесе спортқа қатысады. Түрлі үйірмелерге де қатысады, иә? Иә, тағы да. Жақсы. Иә, айтады балалар. Балалар сауатсыз деген келіспеймін, өйткені әртүрлі ақындарымыз бар, жазушы, олар сауатсыз деп айтамын. Өте жақсы. Ол кезде енді қазіргідей бүкіл әлемнен білім алу мүмкіндігі болмаса да, дегенмен өте ізденімпаз, зерек болғанның арқасында, білімге деген құштарлықтың арқасында, ол замандағы адамдар да өте сауатты болған деген ойды айтқымыз келді. Орыс мектептер болған сол кезде оларға сабақ бере алмаған. Орыс мектептерде олар орыстан көптеген білім алмасын деп оларға мектепке кіргізген жоқ. Міне осы жерде бір жақсы пікірталас жүріп жатыр. Бұл жерде Баян Сұлуның айтқысы келіп тұрғаны қазақша білімге кішкене шорқақтау болды деген келіп тұрған шығар, иә? Солай ғой. Қазіргідей әлеуметтік желі арқылы түрлі оқу орындарының барлығы ашық болған жоқ. Қазір мысалы білімнің қолжетімділігі сонша шетелдік қай университетінде, қай оқу орнында білім алам десек те есік ашық. Ал ол соғыс заманында шын мәнінде адамдар сауатсыз болмаса да білімге қол жеткізу қиындау болды. Бірақ адамдар соған қарамастан білімге деген құштарлықтарын жоймады. Міне бүгін біз соның нәтижесін көріп отырмыз. Жарайсыңдар, пікірлеріңе рахмет, әйгерім тобы. Ал балалар қандай мақалмен тұжырымдайсың? Аға сауаттың жаңасы, іні сауаттың күнсі. Жарайсың. Жаңағы аға тобы айтқан мақалды іні тобы тұжырымдады. Жарайсың, отыра ғой, пікіріңе көп рахмет. Келесі соңғы топ балалар тобын тыңдайық және қалай ой жазды екен, қандай өткен. Достарына жақын тұрғызылмай, достарына даусыңды шығарып айтатын жарай ма? Соғыс уақытындағы балалар қазіргі балалардың салыстырғанда балалар қасында мақал мен тұжырымдаңыздар. Даусыңды шығарып. Қазіргі балалар телефон көріп, Балалар ойын ойнайды. Және де бұрынғы заманның балалары далада ойнайды. Далада ойнағаны. Қазіргі балалар Басына баса отырып. Кәне тапсырмамды оқы ғой. Мына жерде қазіргі балалар балалар деп айтамыз, иә? телефон ойнайды, ал бұрынғы балалар далада ойнайды. Қазіргі балалар көбісі ата-аналардың айтқанын тыңдамайды. Бұрынғы балалар ата-аналардың айтқанын тыңдап көмектеседі. Және де бұрынғы балалар кітапқа құмар болған. Бұрынғы заманда балалардың өмірі қиын болған. Өте жақсы, өте жақсы. Иә. Мінекей, ұлданай қазіргі балалар мен соғыс заманындағы балалардың айырмашылықтарын айтып шықты. Барлығымыз тыңдап отырмыз, иә? Иә. Қазіргі балалардың телефон ойнайтыны рас қой. Солай ма? Мына суреттегі бейнені шынымен дұрыс талдап тұр ғой, солай ма? Иә. Қандай сұрақтарың немесе қосымша пікірлерің бар айтатын? Балалар, иә, дәулет пікір айтамын дейді. Қалсын шығарып айта ғой. Қазіргі балалар телефоннан басқа спортпен де қатысады, үйірмелермен. Қазіргі балалар телефонда емес, спортпен де үйірмелермен де қатысады. Иә, спортқа да, үйірмелерге де қатысады, қосымша өнерге жаңа барады дегісі келіп тұр ғой, иә. Дегенмен балалар, бұл жерде біз заманның шындығынан да жаңағы бой тасалай алмаймыз ғой. Шынымен де телефонға сәл тәуелділігіміз бар ғой, солай ма? Ал енді осыны жеңу үшін не айтар едіңіз? Bir ауыз тұжырым. Жаңа айтып жатыр ғой, ұлдамай. Иә, Баян Сұлу? Апа мен ойлардың пікірмен келіскен себебі қазіргі балалар телефонмен көп уақыт өткізетінге. Қазіргі балалар кітап оқып өзінің болашағын ойлайды. Деп есептейсің, иә? Өте жақсы, әр адамның пікірі құнды, жарайсыңдар. Дегенмен балалар қоғамда бізді телефонды да көбірек пайдаланатын, әртүрлі ойындар ойнап, әлеуметтік желіге тәуелді болып жатқан балалар жастарымыз аз емес. Ұлдамай осыны айтқысы келген шығар. Дегенмен мен сендердің пікірлеріме өте қуанып тұрмын. Себебі телефонды өмірдің қызығы деп телефонға тәуелді болмай, әртүрлі спортқа, үйірмелерге, кітапқа, білімге құштар жастардың өсіп келе жатқанын көріп тұрмын. Міне бұл өте жақсы. Жарайсыңдар, ал енді не бар ма? Мақал бар ма? Иә? Бала ананың бауыры.
бала ананың бауыр еті деп жарайсың ба? Өте отырамыз. Иманғали әлі пікір айтамын дейді. Айта ғой Иманғали. Мен ұлдарайға келіспеймін, себебі соғыс заманында аналарына көмектесемін. Қайдан көрдім? Сен тақырыптан шығып кетті. Аналарына ма? Әрине бұл кезде бүкіл ер азаматтардың барлығы соғысқа аттанғандықтан, немесе соғыстан кейін де көп ер азаматтар оралмады, оралса да мүгедек болып қалды, келді. Сондықтан да бұл жерде жас балаларға көптеген салмақ түсті ғой. Олар аталарына, өздерінің аналарына көмектесіп, тылдағы ауылдағы ең ауыр жұмыстарды жасады жас балалар. Менің балалық шағым болмады, балалық шағымды соғыс ұрлады дейтін ақын жазушыларымыз да бар ғой, дәл осылай айтқан. Сондықтан да бұл соғыс деген ешқашан адамға бір пайда әкелетін дүние емес, керісінше аштықта, қиындықта бүкіл адамның өміріне зиян келтіретін осы соғыс деп айтуға болады. Сондықтан бұл жердегі тұжырым осы бейбіт өміріміздің қадіріне жетіп, бір-бірімізді, бауырымызды бағалай білейік деген тұжырым айтқысы келіп тұрған шығар, олай. Солай ма? Пікірлерді дұрыс қабылдаймыз ба? Жарайсың, отыра ғой, рахмет. Отыра ғой. Ал балалар, сендерге 1 минут уақыт беріледі, әркім өзінің жұртқа қосқан дүниесі бойынша бағалау парақшасын толтыра қойсын. Одан кейін келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Топтық жұмыста өте жақсы қатысқаныздар балалар, әркім өзінің пікірін айтып жатыр, бұл өте жақсы. Олай болса, мен сіздерге енді жұптық жұмыс беремін. Жұптық жұмыста жағдаяттық сұрақтар балалар мінекей. Осыны жұртпен ойласа отырып, 2 минут қана, 3 минут қана ойласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды айтсаңыздар болады. Енді мен мына жерде қазір тақ болып отырғандар бар екен, Динара арудың басына жақындай ғой, мен одан оразының басына келе ғой, себебі жұптық жұмыс болғандықтан жұрт болу қажет. Оқып, балалар бірдейлікте өздеріңнің ойларыңды, пікірлеріңді айтасыңдар. Балалар, уақытымыз шектеулі, сондықтан 3 минут берейін дайындыққа. Әрі қарай бірге боламыз. Топтық жұмысқа дайын болғасын. Тапсырмағы негізінде жағдаят тапсырма болғандықтан пікірлеріңді айтуға дайынсыңдар деп ойлаймын, жұртпен келісіп. Мен қазір әжептен дайын жұрттар болса, Кәусар мен Жандарбек дайын екен, Нұрай мен Нұрсұлтан дайын екен, бәріміз дайын болып қалған екенбіз. Ең бірінші Кәусар ғой қол көтерген. Олай болса, біз Кәусар мен Жандарбектің қызы қандай жағдаяттық тапсырма түсті екен? Кәусар басыңды шығарып оқи ғой. Мектепте балалар деген адамның сайыс ұйымдастырылып жатыр. Оған қарындасың сіңілі сенімен бірге қатысқысы келеді, бірақ сайыстың шарттары сен үшін қиын. Ұятқа қаламын деп қорқасың, бір жағынан бауырың көңілінде тұрмайсың. Сенің әрекетің. Мен мысалы сіңілімді қатыстырар едім. Жығыңмен ғой біз деп айтқанымыз, біз қатыстырар едік, себебі мысалы сайыста бір рет емес, мысалы көбірек біз қатыссақ болады. Ал сіңіліміз, қарындасымыз ол бір рет екінші айтуы мүмкін, сондықтан да оның көңілін жықпай қатысқан болар еді. Солай ғой, өте жақсы тамаша жауап. Міне бауырға деген қамқорлық қайда жатыр екен. Ал екінші топта балымыз сөйлеймін деп отыр екен. Жарайсыңдар, қазір тыңдаймыз. Сен біраз уақыттан бері телефон алу үшін ақша жинап жүрсің. Бір күні інімнің етігі жыртылып мектепке бара алмайтын болды. Әкем жалақысы әлі түспеген айтып ініне етік алып беру үшін сенің жинаған ақшаны сұрады. Сенің әрекетің. Біздің әрекетіміз, біз інімізге өзіміз ақшамызды беретін едік. Өйткені телефонды ала береміз, табылады телефоны. Ал бірақ інім табылмайды. Бауырдан артық ешкім жоқ. Бауырдан артық ешкім жоқ. Өте жақсы тамаша жауап. Демек, әкеңнің сұрағанын жерге қалдырмай, оған жинаған ақшаңды берген болар едім деген. Өте жақсы тамаша жауап. Келесі мына Рамазан қол көтерді. Рамазан мен Нұртастың жүзіме қандай тапсырма
түсте екен, кәне оқиға Рамазан. Бір-бірімізді тыңдайықшы, сыйламаймыз ба бір-бірімізді балалар? Кішкене тыңдады ғой жаңа. Тыңдалым деген дағдымыз бар ғой. Ата-ана жазғы демалыста ағам екеуі лагерьге жіберуге уәде берді. Бірақ уақыт жағындағы қаржылық жағдай байланысты біреуім ғана баруға тура келді. Ата-анам ағам үлкен ғой, осы жолы ағам барсын деді. Сен келсең мен елден еттім. Сендерге тапсырма. Лагерьде күшті ғой, қимай тұрсыңдар. Барғың келіп тұр. Бірақ біреуін ғана бару керек болып тұр. Қандай шешім қабылдаған болар екен? Мен үлкенге жол беріп үлкенге жол беріп ағам бара салады деп айтар едім, қандай тамаша. Бұл Нұртас екеуіңнің бірдей шешімдерің бар. Нұртас, сен де солай шешім қабылдадың ба? Өте жақсы. Демек, сендер ағаларыңа жол берген болар екен. Тамаша. ағам екеуімді лагерьге жіберуге уәде берді. Бірақ уақыт жақындағанда қаржылық жағдай байланысты біреуімді ғана баруға тура келді. Ата-анам ағам үлкен ғой, осы жолы ағам барсын деді. Сен келсең Жақсы, айтады. Сендер қандай шешім қабылдар едің? біз келсек, өйткені келесі жолы біз баруымыз мүмкін. Іні баруға болады, келесі жолы. Ол қандай тамаша. Аға мәңгі қасында болмайды деді. Иә, бір үйде тұрғанда қандай болу керек екен ағаның? Қатылы болу керек екен. Жарайсыңдар. Демек, сендер келіскен болар едіңдер. Өте жақсы. Ағаларыңдар ма? Қатылсыңдар ма? Міне, дәл солай қатыл болыңдар. Жол беріп жүріңдер, жарайсыңдар. Тағы да келесі отырақтар. Ой, тамаша, міне Темірлан мақалмен ұжырымдар жүреді ғой. Үлкенге құрмет, кішіге ізет деп. Мына туысқандар, кәне, тез бәріміз оқып үлгергенімізше үлгереміз балалар, біліп отыр. Барлықтар оқуларын деп отыр. телефон алып үшін ақша жинап жүрсің. Бір күні інімнің етігі жыртылып, мектепке бара алмайтын болды. Әкең жауапсыз әлі істегенін айтып, інімнің етік алып беру үшін сенің жинаған ақшаңды сұрады, сенің әрекетің. Біз бұл жерде інімізге өзімізге жинаған ақшамызды беретін, себебі телефон алып беруші інімнің аяғы тоңбас үшін етік алып берді. Өте жақсы. Інімнің жылы жүргені жақсы, иә, бауырымның. Өте жақсы, рахмет жауаптарыңа. Міне, бауырмалдық деген бұздан көрінеді. Ал сендер оқымадыңдар ғой. Кәне, отыра қойыңдар. Ержүрмен Назымның жұбы қандай шешім қабылдайды екен? Ата-анам жазғы демалыста ағам екеумізді лагерьге жіберуге уәде берді. Бірақ уақыт жағдайында, қаржылық жағдайда байланысты біреуімізді ғана баруға тура келді. Ата-анам ағам үлкен ғой, осы жолы ағам барсын деді. Сен келсең мен едім, неліктен? Мен осы жолы ағамды жіберуге өйткені ағам үлкен және де ағам күннен сайын лагерьге бармауы да мүмкін болады. Келесі жолы өзім де барамын. Жақсы, жарайсыңдар. Ернұр, сен де келісесің бе осы пікірге? Өте жақсы. Ол қандай тамаша балалар, мына сыныпта ата-аналары қандай керемет балалар тәрбиеленіп жатыр екен. Ал Ұлданай мен Нұрсұлтанның жұбына қандай шапсырма түскен екен? Даусын шығарып оқылдан. Сен анаңның жақында алған қымбат ыдысын сындырып қойдың. Анам бұл үшін жазалайды деп қалыпсың. Анаң келген уақытта ыдыстың сынғанын деді. Ол қатты ашуланып, кім сындырды деп сұрады. Сен үндеместен тұра бердің. Осы кезде әкемге келіп, мен сындырып алдым деді. Анам оған қатты ұрысып ренжіді. Сенің әрекетің. Екеуіне? Біздің әрекетіміз анамызда мен сындырып алдым кешірімді демек, шындықты айтар едіңдер. Солай ма? Осындай жағдай кездесті ме сендердің өмірлеріңде? Иә, не болды Нұрсұлтан сен сол кезде? Мен сол кезде ол мені өте қатты ұрды және иә, кешірім сұрадың ба? Татуластың ба соңынан? Аналар ешқашан жаман болсын деп ұрмайды, жаман болсын деп ұрыспайды, солай ғой, иә? Өзіңнің қатеңді түсіндің ба? Қандай керемет. Міне, балалар өтірік айтқаннан көрі шындықты айтқан абзал екен, жарайсыңдар. Рахмет жауаптарыңа, отыра қойыңдар. Балалар, міне осымен біздің қазір жұптық жұмысымызда тапсырмалар тамаша орындап, өздерінің жаңағы бауырмал екенін, мейірімді, қамқор екендіктерін танытып жатырсыңдар. Өте жақсы. Енді қазір осы бағалау парақшасына өздерінің жұптық жұмыстағы үлестеріңді бағалай қойыңыздар. Ұпайларыңды қойып алыңдар екінші жұптық тапсырмаға. Жарайсыңдар. Балалар, кәне, бір-бірімізді өзімізді бағалап болсақ, енді бері қарайық тақтаға. Балалар, келесі дәптермен жұмыс, бұл жеке жұмыс болады. Тақтаға қарайық. Тақтаға, міне. Тақтаға көрініп тұр ма? Көрініп тұр, иә? Балалар, тақтаға қарайық, міне. Кейіпкер сұрағы Манап інісімен кездесу кезінде мұны осындай сұрақтарды қойған еді, иә? Енді балалар, сендер Қалидың жауабымен салыстыра отырып, өздеріңіз
өздерінің жауаптарыңды жазасыңдар. Яғни бос уақытында дәл қазіргі уақытта өздерің немен айналысасыңдар, өздерің болашақта кім болғыларың келеді, және сен үшін дәл қазіргі сәтте ең маңызды іс деп мені айтқан болар едіңдер. Дәптерге қайдың жауабын жазудың қажеті жоқ, ол оқулықтарды өздерінің осы үш сұраққа жауаптарды жаза қойыңдар. Кәне, бұны мен қазір сізге орындауға 4-5 уақыт берем, әрі қарай жауапты оқитын боламыз. Қарапұтырып, өздерінің жауаптарында сосын балалар жауапты бар ғой, тек қана жазбаша түрде емес, өлең түрінде шығарам десеңдер, тіпті өздерінің қызығушылықтарында сурет салып та білдірем десеңдер болады, немесе ой толғау түрінде, немесе кесте, диаграмма түрінде, қандай үлгіде өздеріне тапсырманы орындаған ұнайды, дәл солай жасай беруге болады. Бір шумақ өлең шығарам десеңдер де болады, мысалы, мен болашақта, менің арманым деген сияқты бір шумақ өлеңмен жеткізуге де болады. Немесе өзіңнің болашақтағы мамандығыңды жаңағы сурет арқылы бейнелеуге де болады. Ана жерде суретке бар ғой, қали мысалы бокспен айналысады, суреті бар ғой. Тура сол сияқты өздерінің қызығушылықтарына қарай тапсырманы жауапты қалай орындаймын десеңдер де өздерінің еріктеріңіз. Кім мысалы керемет сурет салады, өзінің болашақтағы мамандығын сурет салу арқылы көрсетсе де болады. Мысалы бір сөйлеммен жауап жасаңдар болады. Егер жаңағы тек қана ауызша жауап берем десеңдер, ал енді сурет салам десеңдер, онда дайындалып, үшеуінің бәріне де жауапты суретпен емес, біреудің суретпен жауап берсе болады. Өлең түрінде барлығына шығару міндетті емес, біреуіне ғана шығарсаңдар да болады, қалғанына кәдімгі жай сөйлеммен жауап беруге болады. Ол өздерінің еріктерінде. Немесе үшеуін жаңағы барлығын бірге қылам десеңдер, бір толғау түрінде әрқайсысына жеке жазуға болады. Өздерінің еріктерінде. Ал балалар, олай болса, дайынбыз ба? Ал балалар, кәне тапсырманы орындаған болса, аяқтайық, уақытымыз аяқталды. Өзінің осы сұрақтарға шынайы өмірімен байланыстырып жауап жазған оқушылар бар ма? Ал Иманғали қол көтеріп отыр екен, жақсы, Иманғалиді тыңдайық. Осы уақытында немен айналысасыз? Мен осы уақытында кітап Дәптеріңді алсайшы. ауызша едім. Ауызша. Бұл деген Иманғалидің бар ғой, бір қасиетті суырып салмалы өнері бар ғой. Сөз деген төгіліп тұр. Сондықтан ол ауызша айтпақшы. Жарайсың, айта ғой. Мен осы уақытта кітап оқимын, өзімді дамытамын. Өте жақсы. Болашақта кім боласың? Болашақта адвокат болғым келеді. Арманыңа жет. Сен үшін дәл қазіргі маңызды іс білім алу. Жарайсың. Отырамын. Қазір. Иә, бос уақытында немен айналысасың? Мен бос уақытында дағашқан және қағазда әртүрлі заттар жасаймын. Өте жақсы. Қандай тамаша өнерлерің бар? Сурет салам. Иә, айта ғой. Мен болашақта мұғалім немесе тарих болғым келеді. Жақсы, арманыңа жет. Және дәл қазір маңызды іс сен үшін? Мен үшін дәл қазір маңызды іс сабақ оқу ата-анамның үмітін ақтау. Өте жақсы. Қандай тамаша. Жақсы, мақсатыңа жеткенсің. Тағы да мына кім Ернұрды тыңдағым келіп тұр? Ернұр айта ғой. Немен айналысың? Аузында болат сақталса, Үйдегенде және анаңа көмектесесің, жарайсың. Ал болашақта кім боласың? Жарайсың. Үйіңе қызмет етесің. Сен үшін дәл қазір маңызды іс білім алу. Өте жақсы. Динараны тыңдайық. Динараны тыңдамадық қой. Болашақта модель болғанды аспаз. Өте жақсы. Дәл қазір маңызды іс білім алу. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Ал балалар, жеке жұмыста Қалидің жауабы мен өздерінің жауабını салыстырмалы түрде салыстырып шықтық. Қарағанда Қалида қандай болашаққа деген арманы жарқын болса, сендердің де армандарың дәл солай болашаққа деген армандарының жарқын екенін, мақсаттарының кәдімгі биік екенін біз байқадық. Сондықтан да болашақта армандарына жетуге дегім келеді. Ал олай болса, сендер бағалау парақшасына жеке жұмыстағы өздерінің жауаптарында белгілеп ұпайларды қойып алыңдар. Оған кейін біз қазір кері байланыс жасайтын боламыз. Орындаған тапсырмалардың бойынша.
Бала ұстайларыңызды қойып алайық. Олай болса біз енді сабағымыздың мәресіне келіп жеттік. Манадан енді тапсырмаларды орындауға өте белсенді жақсы қатыстыңдар. Енді бүгінгі сабаққа кері байланыс жасайық. Бүгін сіздерге сабақ қалай болды, бауырмен қарым-қатынас қалай болу керек екен, отбасы құндылығы деген ұғым сіздер үшін қандай маңызды екендігін білдік. Ал енді өздеріңнің пікірлеріңді айтасыңдар ма? Осы сабаққа қатысты айтатындар бар ма екен? Бауырмен қарым-қатынасымыз қалай болу керек екен, отбасындағы құндылық деген ұғым сендер үшін. Кәне, кім өз пікірін айтады? Әділет, айта қойшы кәне. Бүгінгі сабақтан не түйдім? Бүгінгі сабақтан не түсіндім? Өз бауырымды құрметтеу керегін түсіндің, е? Өте жақсы. Я, Иманғали? Бұл сабақта барлығы Темірланнан мақал үйрендім. Өте жақсы. Қандай мақал үйрендің? Ой, жарайсың. Осы мақалды жүзеге асыру керек екен, енді. Жарайсың, отырған Иманғали. Тағы да өз пікірін айтасыңдар ма? Бүгінгі сабақтан қандай ой түйдіңдер? Яғни өте жақсы дейді Рамазан, керемет дейді, жарайсыңдар, өз пікірлеріңді айтып жатырсыңдар. Өте жақсы балалар, сабақ ұнағанына қуаныштымын. Шын мәнінде бүгінгі біздің сабағымыздың да мақсаты осы еді. Шығармадағы манап қабиға інісіне қандай бауырмал болса, сендер де өз бауырларыңа дәл сондай бауырмал болу керектігін түсіндіңдер деп ойлаймын. Солай ғой, өте жақсы. Олай болса қазір мен тақтаған кері байланысты шығарып қойдым. Өздерің бүгінгі сабақ ұнады ма? Қалай болды? Міне соны осы стикерлер арқылы тақтаға жабыстыра қойыңдар. Бір ауыз сөзбен жазып. Бөліп ала қойыңдар тақтаға мына жеңін. Сабақтан түйген ойларыңды, сабақтың қандай болғандығын шынайы тексеру мақсатында өз қолдарымен жазып қыстырғандарыңды жөн көріп отырмын балалар. Ал бүгінгі сабақтың сұрақтарын да барлығы керемет, ештеңе түсінбедік деген белгілеу керек, соның біреуіне соның тұсына апарып жабыстырасың. Кәне, осыдан қайдеге жабыстырайын. Ой, жарайсыңдар, тамаша, өте жақсы. Мына, ой, жарайсыңдар. Енді сына жазып айналасына. Қозғамайыз балалар. Өте жақсы, мен қуанып тұрмын сабақ өтесіздерге ұнағанына. Енді балалар былай қараңдар, қаздар, балалар, қарай. Осы жерге сендердің жазған ұсыныстарының барлығын есепке алып, ол ұсыныстарымды келесі сабақтарда міндетті түрде қолдануға, ол ұсыныстарымды есепке алуға мен оған тырысамын. Жарай ма? Ал олай болса бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет. Үй жұмысын белгілеп алайық. Үй жұмысы отбасы құндылығына, тәрбиеге байланысты ол мақал мәтел жазып келу балалар.